Сәлеметсің бе балақай? Қуан шаттан алақай, қуанатын күн бүгін. Қайырлы күн, қайырлы таң, күліп шықты күн бүгін. Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Әріптермен танысуды жалғастырайық. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қой. Мұқият ойланып, жұмбақтың жауабын тап. Жылт-жылт еткен, жылғадан өткен. Бұл не екен балалар? Дұрыс айтасың. Су көзге көрінбей, бізге өмірдей. Кең әлемді кернейді, бірақ көзге көрінбейді. Бұл не екен балалар? Ойланып көрейікші. Дұрыс айтасың. Ауа. Үлкен түйені тастапты атам шөгеріп. Өркеші бұлтқа тиеді, бауыры жатыр көгеріп. Бұл не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Тау екен. Я балалар, бұл сөздерде су, ауа, тау сөздерінде барлық сөзде қайталанып тұрған қай дыбыс екен балалар? Дұрыс таптыңдар. У дыбысы екен балалар. Бұл У дыбысының бас және кіші әрпі. Қане, У деп айтып көрейікші. Ернімізді алдыға созып, анық айтамыз. У дыбысы балалар кейде дауысты, кейде дауыссыз болады екен. Ол оның тұрған жеріне байланысты. Суретте нені көріп тұрмыз? Уық. Уық деген киіз үйдің бір бөлшегі екен. Уық сөзінде У дыбысы сөздің басында кездеседі. У дыбысы балалар дауыссыз дыбыстың жанында тұратын болса, дауысты болады. Ал егер алдында не артында дауысты дыбыс тұратын болса, У дыбысы дауыссыз болады екен. Орнымыздан тұрып, бір сергіп алайық. Орнымыздан тұрайық, қолды белге қояйық. Оңға бір, солға бір иеліп, жаттығулар жасайық. Керемет. Суретке мұқият қара. Нелерді көріп тұрмыз? Бірінші суретте уыз сөзі. Уыз сөзінде У дыбысы сөзінің қай жерінде кездеседі? Дұрыс айтасың. Басында. Келесі нені көріп тұрмыз? Тауық. Тауық сөзінде У дыбысы сөздің ортасында кездеседі екен. Келесі суретте ұлу сөзі. Ұлу сөзінде У дыбысы сөздің соңында кездеседі екен балалар. Яғни У дыбысы сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездеседі. Бірге оқиық. Бөлмей созып оқуға дағдылан. Уа. Уа. Ауа. Ауа. Ту. 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 Ну. 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 Ау. 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 Тау. Тау. Ата. Ата. Ауа. Ауа. Алау. Алау. Науа. Науа. У әрпін ауаға, сосын дәптерімізге жазып үйренейік. Үлгімен қайтала. Ойлан тап. Әуе шарында көрсетілген әріптермен У әрпін кезек-кезек қосып оқып көр. Қандай сөздер шығады екен? Бос түргөздерді толтыр. У әрпі көрсетілген орынға қасына басқа әріптерді қосып сөздер құрастыр. Және дыбыстық талдау жасай ғой. Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгін біз У дыбысы және әрпімен таныстық. Келесі сабақта кездескенше сау бол.